Қайырлы күн достар, баршаңызға соңғы кездерде мерекелік дастархандардың сәні болып жүрген шұжықтарды үй жағдайында қалай дайындалатынын сіздерге бүгін көрсететін боламын. Дәмі керемет болып шығатын, ыстық күйде де салқын күйде де жеуге болатын шұжықтарды менің рецептіммен дайындап көріңіздер қыздар. Видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін біз еттен фарш тартып дайындап аламыз. Фарш майлы болса, шұжықтарымыз жақсы болып шығады. Мінекей фаршымыз дайын. Оған пияз бен сарымсақ қосып, гречка, жұмыртқа қосып, жалпы кез келген малдың ішегінен дайындауға болады. Мен бүгін жылқының қазы айналдырып жүрген ішегін пайдаланатын боламын. Ішекті жақсылап шайып, тұзды сумен жуып аламыз. Майлы бетін ішіне айналдырып, ішекті осылай дайындап қоямыз. Гречканың үстіне ыстық су құйып, 10 минутқа бұқтырып қойыңыз. Мен пияз бен сарымсақты блендермен уақтап турап алдым. Егер де қаласаңыз, қолмен уақтап турауға да болады. Мінекей блендерға салып, жақсылап уақтап турап аламыз қазір. Сарымсақты да пиязбен бірге блендерге салып, ұсақтап турап алың. Пиязымыз дайын. Енді осыны фарштың үстіне қосып араластырамыз. Гречкамызды ыстық суға бұқтырып алдық. Енді ішіндегі суын төгіп, оны да фаршқа қосып араластырамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Соңғы бізде дәмдеуіштер тұз, қара бұрыш, күрені бульон және кориандр қостым. Егер де қаласаңыздар, көк шөптерден қосып жіберсеңіздер болады. Енді осы барлық ингредиенттерді жақсылап араластырамыз. Жақсылап бәрін араластырдық. Енді ішекке құятын боламыз. Ішектің бір шетіне осылай жіппен жақсылап байлап дайындап аламыз. Мен ет тартқыштың осындай божы құюға арналған функциясы бар, сол арқылы құятын боламын. Дайын фаршымызды ет тартқышқа салып, трубочкасының аузына дейін келтіріп аламыз. Себебі қазір ішекті салып жасасаңыз, ішіне ауа кетіп, бос орын қалып қояды. Сол себепті осылай аузына дейін келтіріп, алдын ала дайындап алыңыздар. Содан кейін ішекті осылай кигіземіз. Барынша ішекті осылай жоғарырақ жинақтап аламыз. Егер де ішектің ішіне ауа кетіп қалса, кесілген кезде шашырап кесілмеуі мүмкін. Сол себепті қыздар барынша ауа жібермеуге тырысамыз. Осылай мұқият жұмыс жасасаңыздар, шұжықтарымыз өте керемет болып шығады. Егер де сіздерде ет тартқыштың бұндай функциясы болмаса, баклажканы жартылай кесіп, сол арқылы да құюға болады бұржыны. Қыздар, көріп тұрғаныңыздай, біз бұржымызды толықтай құйып бітіруге жақындадық. Ішектің шетінен бір қарыстай бос орын алып қалу керек. Себебі қазір біз бұржының арасын бөлшектеп байлайтын боламыз. Сол кезде бізге артық ішек керек болады қыздар. Ішектің шетін жіппенен байлап, араларын тағы да кішкене бөлшектерден бөліп жіппен байлап шығамыз. Мінекей қыздар, көріп тұрғаныңыздай, біз барлық бұржымызды жасап аяқтадық. Енді суға салып, 2 сағаттай қайнатып пісіріп аламыз. Толық 2 сағатта пісіп шығады. Біздің бұржымыз пісті. Енді оны түсіріп алатын боламыз. Піскен
быжымызды жарты сағаттай суытып алып, кейін оны табадағы қызып тұрған майға қызартып қуырып аламыз. Бір бетін 5 минуттай қуырып алсаңыз жеткілікті, екі бетін қып-қызыл қылып осылай қуырып аламыз. Осымен біздің шұжықтарымыз дайын деуге болады. Енді оны сәндеп, әрлеп дастарханға ұсынамыз. Қыздар, сіздер де ерінбей осы рецептпен дайындап көріңіздер. Дәмі деген өте керемет, тіл үйіретін, сулы болып шығатын шұжықтарымыз осы. Қосылатын барлық ингредиенттерді видеоның астында описание бөліміне жазып қалдырамын. Менің арнамда бұдан да басқа ұлттық тағамдардың неше түрлісі бар. Қыздар, егер де видео рецепт ұнаса, жүрекшені басып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта бұдан да басқа керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Сіздермен бірге болған Сәуле, сау болыңыздар.